Құрметті сот жүйесінің қызметкерлері мен ардагерлері, сіздерді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Жоғарыстағы судьямын. Бүгінде біз судья және сот қызметкерлерінің күнін 3-ші жыл атап өтіп отырмыз. Осы аталған мерекемен мен өзіміздің әріптестерімді, сот жүйесінің ардагерлерін, бүгінде қызмет істеп жатқан сот жүйесінің қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын. Оларға еңбектеріне табыс тілеймін, зор денсаулық тілеймін, әр бастамашыларына сәттілік тілеймін. Жалпы сот жүйесінде қазір көптеген өзгерістер болып жатыр. Мен жаңа айтып кеттім, өзім 28 жылдай қызмет істедім. Мен кеңес үкіметі кезінде халық судьясы болып тағайындалғанмын. 1987 жылы Қатонқарағай аудандық сотына. Сол Қатонқарағай аудандық сотында, одан кейін Өскемен қаласының Октябрь аудандық сотында, Риддер қалалық сотында 14 жылдай қызмет істедім. Одан кейін 14 жылдай облыстық сотта, апелляциялық, кассациялық сотта судьялы болып істедім. Жалпы сот жүйесінде қазір көптеген өзгерістер болып жатыр. Өзгерістер болуы тиіс. Менің жалпы өз ойымша, мына біздің республикамыздағы әділдікті жүзеге асыратын судьялар. Сол себептен мемлекет тарапынан да асыратын судьялар. Сол себептен біздің қоғамда әділдік болу үшін ең бірінші әділдік болу керек. Әділдікті жүзеге асыратын судьялар, соттар деп жаңа айтып кеттім. Сол себептен бұл қызығынан қиындығы мол ауыр жұмыста мен өзімнің әріптестеріме, сот жүйесінің ардагерлеріне тек қана жақсылық тілеймін. Отбасыларына амандық тілеймін. Қазақ еліне, Қазақстан халқына береке бірлік тілеймін. Мереке құтты болсын. 3-ші жыл Қазақстан кәсіби мереке 24 маусым судья және сот қызметкері күні атап өтілді. Бүгін Шығыс Қазақстан облыстық соты мерекеге орай салтанатты іс-шара өткізіп, облыс әкімі Ермек Беделбайұлы, облыстық соттың төрағасы Манат Ғалымұлы, құқық қорғау органдарының бірінші басшылары құттықтау сөз сөйледі. Кәсіби мереке атап өту сот ардагерлеріне, судьяларына және сот жүйесінің қызметкеріне әділ Қазақстан құруға қосқан үлесі үшін алғыс болып табылады.